бір күн ораза ұстау арқылы мұсылман адам өзінің нәпсісін жеңе білгені үшін сол күні нәпсісіне мүлде шанс бермей Аллаға ұнайтын халде өмір сүрген үшін бір күн өмір. Бұл амалдың Алла Тағалаға ұнайтыны соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Сағид Аль-Худридің риуаят етуі бойынша мынандай сауапты баяндауда. Мән сома яуман фи сабилиллахи бағадаллаху бейнаху ва бейнан нари бизалика л-яуми 70 хурифан. Құрметті жамағат, ораза деген нәрсе нәпсімен күресу болғандықтан ол амалда, ол халда Алланың жолында деп атайды екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Міне қараңыздар, кімде-кім Алланың жолында бір күн нәпіл ораза тұтса, бағадаллаху бейнаху ва бейнан нари бизалика л-яуми 70 хурифан. Аллах Тағала сол құлы мен тозақтың арасын сол күнгі ұстаған оразасы арқылы 70 күзге алыстатады дейді. Яғни құл мен тозақтың арасында 70 жылдық қашықтық пайда болды. Міне Алла Тағала бір нәпіл оразамен тозақты құлынан қанша қашықтық алыстатып тастады. Тағы бір сөзінде пайғамбарымыз масирата миата амин деген 100 жылдық уақытты қамтитын қашықтыққа алыстатады дейді. Тағы бір сөзінде жаалаллаху бейнаху ва бейнан нари хондақан кама бейнас самаи вал ард. Аллах Тағала сол құлы мен тозақтың арасына үлкен ор жасап қояды дейді. Ор үлкен, оның көлемі көк пен жердің арасындай дейді. Егерде бір күндік нәпіл оразаның шын мәніндегі шынайылықпен ұсталған осындай бір күндік нәпіл оразаның сауабы осындай болса, нәпіл оразаның, онда парыз, Рамазанның парызының әр күні үшін, немесе оның толық ай бойы ұсталған оразасы үшін қандай сауап болғалы тұрғандығы бізді қызықтыруда. Міне сондықтан да бүгінгі бір күндік нәпіл оразаның нәпсіге ауыр тиюі, алайда мұсылман соған қарамастан соны ұстап Алласының дидарын, Алла Тағаласының разылығын, қияметтің жеңілдігін іздеуде қол жеткізген нәрсесі, қараңыз, тозақ пен оның арасы үлкен қашықтыққа алыстайтын сауапқа елендіреді екен.